Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сынып Түркия 5-ші сабақта өтеміз. Сондай-ақ 811-ден 830-ға дейін есептерді шығарып көрсетемін. 811-ші есеп. Есептеңдер. Бірінші 0,6-ға көбейтеміз 7-ні, тең болады 4,2-ге. 0,9-ға көбейтеміз 5-ті, тең болады 4,5-ге. 0,4-ге көбейтеміз 3-ті, тең болады 1,2-ге. Екінші 0,3-ке көбейтеміз 9-ды, 0,127-ге тең болады. 0,104-ге көбейтеміз 8-ді, 0,132-ге тең болады. Келесі 0,106-ға көбейтеміз 4-ті, 0,124-ге тең болады. Үшінші 1,2-ға көбейту 4 тең болады 4,8-ге. Яғни бізде 1 бүтін деп тұр, 1-ден кейін өтір тұр. Сол үшін жауапта да 1 саннан алдын өтір тұрады. 1,6 көбейту 3-тен 4,8-ге, 1,5 көбейту 5 тең болады 7,6-ға. Төртіншісінде дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 812-ші есеп. Бірінші 6,3-ке көбейтеміз 7-ні. 3-ке 7-ні көбейтсек 21 болады, 2 есе 1-де жазамыз. 6-ға 7-ні көбейтсек 42 болады, есеге 2-ні қоссақ 44 болады. Сонда 44,1. Бізде 6,3-те 6-дан кейін үтір бар, яғни одан кейін 1 сан бар. Сол үшін бізде 1 сан алдын үтір қоямыз. Екінші 8,135-ті көбейтеміз 3-ке, тең болады 25,105-ге. Үшінші 9,6-ны көбейтеміз 8-ге, 8-ді 6-ға көбейтсек 48, 4 есе, 9-ды 8-ге көбейтсек 72, оған 4 қоссақ 76 болады. Сонда 76,8. Төртінші 4,5 көбейту 12. Бірінші 2-ні 4,5-ге көбейтіп аламыз 90 болады, одан кейін 1-ді көбейтеміз 45 болады. Осылай бір бағаны алдын жазып қосамыз. 0 түседі, 9-ға 5 қоссақ 14, 1 есе, 4-ке қоссақ 5 болады, яғни 54-ге тең болады. Қалғандарды дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 813. Бірінші 0,5-ге көбейтеміз 45-ті. 5-ті 5-ге көбейтеміз 25 болады, 2 есе 5-ті жазылады. 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, есеге 2-ні қоссақ 2 болады. 4-ті 5-ге көбейтеміз 20, 2 есе 4-ті 0-ге көбейтсек 0, 2-ні қоссамыз 20 болады. Ал енді бір бағаны алдынға жазып, яғни 20-ны 25-ке қосамыз, сонда 22,5-ге тең болады. Екінші 0,4 көбейту 40. 0-ды 4-ке 0-ге көбейтсек 0 болады, 4-ті 4-ге көбейтсек 16, 4-ті 0-ге көбейтсек 1, яғни 16 өз жазылады. Жауабы да 16 болады. Үшінші 0,2-ге 9-ды көбейтеміз 1,8-ге тең болады. Төртінші 0,8-ді 5-ге көбейтеміз 4-ке тең болады, яғни 4 үтір 0, артындағы 0 жазылмайды, 4-тің өзі болады. Бесінші 0,7-ні 3-ге көбейтеміз, 3-ті 7-ге көбейтсек 21, 2 есе, 3-ті 0-ге көбейтсек 0, 2-ні қоссақ 2 болады, яғни 1 үтір қоямыз, сонда 2,1-ге тең болады. Қалғандары да дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 814-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші 29x, мұндағы x тең 5 және 12-ге, яғни x-ің орнына 5 және 12 сандарын қойып орындаймыз. Бірінші 5-ті қоямыз, 29 көбейту 5 тең болады 145-ге, 29 көбейту 12 тең болады 348-ге. Ал енді екіншісі 1,6x плюс y, мұндағы x тең 9-ға, ал y тең 5,6-ға. x-ің орнына 9 қоямыз, y-дің орнына 5,6 қоямыз. Сонда 1,6 көбейту 9 тең болады 14,4-ге, оған 5,6-ны қоссақ 20 болады. Үшінші 0,184x плюс 0,6y. Бұл жерде x тең 3-ге, y тең 4-ге. Ал енді орнына қойып, өрнектің мәнін табамыз. 0,184 көбейту 3, қосу 0,6 көбейту 4. Так, біріншісі көбейтсек 2,152 болады, екіншісі 2,4-ге тең болады. Екеуін бір-біріне қоссақ 4,192-ге тең болады. Төртіншісі дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 815. Дыбыстың ауадағы жылдамдығы 332,5 метр секундына. Ұшып бара жатқан ұшақ моторының ұшуы, яғни дыбысы оны көрген соң 4 секундтан кейін естіледі. Шуы естілген кезде ұшақ қандай қашықтықта болғаны. Бірінші жазылады, ауадағы жылдамдық 332,5 метр секундына, ал ол қанша сағатта, секундта 4 секундта ұшады, яғни уақытта табуымыз керек әрі қашықтықта. Шешуі S тең V көбейту T формасын қолданамыз. V бізде 332,5-ге тең, ал T бізде 4-ге тең. Көбейтсек 1330-ға тең болады. Яғни шу естілген кезде ұшақ 1330 метр ұзақтықта болады. Келесі 816-ші тапсырма. Жеңіл машине 74,8 км/сағат жылдамдықпен жүріп, 4 сағатта қандай қашықтыққа барады? Машинаның жылдамдығы 74,8 км/сағат, осылай берілген жазыламыз. Ал табуымыз керек 4 сағатта қанша қашықтыққа барады. Ол үшін біз S тең V көбейту T формасын қолданамыз. V бізде 74,8-ге тең, ал T бізде 4-ге тең. Көбейтетін болсақ 299,2 метр болады, яғни жауабы 4 сағатта осындай қашықтықта барады. Келесі тапсырма. Бірінші қабырғасы 5,7 см квадраттың периметрін табыңдар. Екінші тік төртбұрыштың ұзындығы 5,6 см, ені 3,7 см. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар. Біріншісін орындаймыз. Берген жазып алайық. А тең 5,7 см, яғни квадраттың қабырғасы. Ал енді бұның периметрін табу үшін біз P тең 4 көбейту А формасын қолданамыз.
квадраттың периметрін табу формуласы. Сонда 4 көбейту 5/7 тең болады 22,8 сантиметрге. Ал екінші бізде берген жазамыз А тең 5/6 сантиметр, ал Б тең 3/7 сантиметрге. Периметрін табу үшін біз П тең 2 көбейту А плюс Б жақша ішінде сол формула қолданамыз. Бізде А плюс Б 5/6 плюс 3/7 қосып көбейткен кезде, яғни 18/6 сантиметрге тең болады. Келесі 818 есеп. 1 килограмм кәмпиттің бағасы 560 теңге. Бірінші, 3 килограмм 500 грамм кәмпит сатып алу үшін қанша ақша төлеу керек? Екінші, А килограмм кәмпит сатып алу үшін қанша ақша төлеу керек? Біріншісін орындаймыз. Бізде берілгені 1 килограмм кәмпит 560 теңгеге, ал енді біз 3 килограмм 500 грамм кәмпитті қанша теңге сатып аламыз? Ол үшін біз 3 килограмм 500 граммды 3,5 килограмм деп аламыз. Соны 560-ға көбейтеміз. Сонда ол 1960-ға тең болады. Яғни 1960 теңгеге 3,5 килограмм кәмпит сатып аламыз. Ал екінші 1 килограмм кәмпит 560 теңге деп аламыз, және де А килограмм кәмпитті қанша теңге сатып аламыз? Жауабы, яғни 560-ты Аға көбейте саламыз, сонда 560 А теңге болады. Келесі 819. Жұлдызшалардың орнына тиісті цифраларды жазыңдар. Бірінші 5/13-ге көбейтеміз 34-ті. Сонда бірінші 4-ті 5/13-ге көбейтіп аламыз, одан кейін 3-ті көбейтеміз. 4-ті көбейткен кезде 2052-ге тең болады, 3-ті көбейтсек 1539 болады. Яғни ол екіншісін бір баған алдын қатарға жазып, екеуін қосамыз. Сол кезде 174/142-ге тең болады. Екіншісі 67/5-ге 20-ны көбейтеміз. Бірінші 0-ды, одан кейін 2-ні көбейтіп аламыз. 0-ды көбейткен кезде 3 0 болады, 2-ні көбейткен кезде 1350 болады. Оны бір баған алдыңға жазамыз. Осылайша екеуін қосатын болсақ, 1350-ге тең болады. Негізі 1350/0 бар ғой, ол 0 жазылмайды. Төрттен кейін 0 болса, ол жазылмайды. Үшінші 0,716-ны көбейтеміз 14-ге. Сонда ол тең болады 10,24-ге. 820 есеп. Амалдарды орындаңдар. Бізге 6 есеп берген. Ең алдымен біріншісін орындап көрейік. Жақша ішінде 2/6 қоса 3/7 көбейтеміз 5. 2/6-ға 3/7-ні қосып аламыз. 6-ға 7-ні қоссақ 13 болады, 1 есе. 2-ге 3-ні қоссақ 5 болады, есеге 1-ні қоссақ 6 болады, яғни 6/3. Ал енді осы 6/3-ті 5-ге көбейтеміз. Бірінші 3-ті 5-ге көбейтіп аламыз, 15 болады, 1 есе. 6-ны 5-ге көбейтеміз, 30 болады, есеге 1-ні қоссақ 31 болады. Сонда жауабы 31/5 болады. Екінші 18/107-ден азайтамыз 6/103-ті, яғни азайтқан кезде 12/104-ге тең болады. Ал енді осы 12/104-ті 8-ге көбейтеміз. 8-ді 4-ге көбейтсек 32, 2-ні жазамыз 3 есе. 8-ді 0-ге көбейтеміз 0 болады, 0 ойдағы 3-ті жазамыз. 8-ді 2-ге көбейтеміз 16, 1 есе. 8-ді 1-ге көбейтсек 8, оған 1 есеге 1 қоссақ 9 болады. Сонда жауабы 96/132 болады. Қалған есептерді дәл осылай орындалған қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 821. Амалдарды орындаңдар. Бірінші 2/3-ге көбейтеміз 11-ді, одан кейін 1/8-ге көбейтеміз 15-ті. Осыдан шыққан жауаптарын бір-біріне қосамыз. Бірінші 25/3 болады, екінші 27 болады. 25/3-ге 27 қоссақ 52/3 болады. Екінші 6/25-ге көбейтеміз 16-ны, одан шыққан жауапты қосамыз 18/9 көбейту 21-ге. Сонда жауабы бізде 496/9 болады. Үшінші 9/3-ге көбейтеміз 2/5-ті, ол 225/175-ге тең болады. Одан кейін 10/7-ге көбейтеміз 15-ті, ол 160/15-ге тең болады. Ал енді осы екеуін қосатын болсақ, 65/125-ге тең болады. Қалғандарды дәл осылай орындалған қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 822 есеп. Тиімді тәсілмен есептеңдер. Бірінші 8/10-ге көбейтеміз 7-ні, қосу 4/5-ге көбейтеміз 7-ні, қосу 1/7-ге көбейтеміз 7-ні, қосамыз 5/5-ге көбейтеміз 7-ні. Барлығында бізде 7-ге көбейтіп жатыр. Сол үшін жақша сыртына 7-ні шығарып аламыз да, қалған сандарды жазып шығамыз. 8/3 қосу, 4/5 қосу, 1/7 қосу 5/5. Қосып шыққан кезде барлығын 20 болады, 20-ны 7-ге көбейтсек 140 болады. Екінші 0,85 көбейту 4, 0,73 көбейту 5, 0,15 көбейту 4, және де 0,27 көбейту 5. Так, бірінші бұл жерде 4 пен 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 0,85 қосу 0,15 көбейту 4 болады. Қосқан кезде ол бізде 1-ге тең болады, 1-ді 4-ге көбейтсек 4 болады. Екінші жақшаны қосқан кезде 1 болады, 1-ді 5-ге көбейтсек 5 болады. 5-ке 4-ті қоссақ 9 болады. Үшінші есепте дәл осылай орындалған қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 823 есеп. Өнектеңдер. Бірінші метр есебімен, екінші грамм есебімен, үшінші минут есебімен, төртінші секунд есебімен. Яғни мен шетіне қызылмен 1 километрда 1000 метр бар, 1 килограммда 1000 грамм бар, және 1 сағатта 60 минут, 1 минутта 60 секунд бар деп жазып қойдым. Ал енді осыларды соларға көбейтіп шығамыз. 4,125-ті, яғни километрді көбейтеміз 1000-ға, ол тең болады 4250.
яғни бұл метрге айналады, километрді метрге айналдырып жатырмыз. 0,82 километрді көбейтеміз 1000-ға 820 болады, яғни ол 820 метр деген. 0,021-ді көбейтеміз 1000-ға 21 болады. Ол, яғни 0,021 километр тең болады 21 метрге. 1,8 километрді 1000-ға көбейтсек 1800 болады, яғни 1800 метр. Қалғандары дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. 824 есеп. Жолаушылар пойызында 15 вагон бар. Оның 0,6-сы купелі вагондар, қалғандары плацкарт вагондар. Жолаушылар пойызында неше плацкарт вагон бар? Бізде А, Б, С, Д варианттары берілген. Бірінші, осы бізде 15 вагон деп жазып аламыз. Одан азайтамыз. 0,6 купелі дейді, яғни 15-ті 0,6-ға көбейтеміз. Сонда ол 9-ға тең болады. Енді осы жалпы 15 вагоннан 9 вагонды азайтатын болсақ, ол 6 болады. Яғни жолаушылар пойызында 6 плацкарт вагоны бар екен. 825. Баланың 480 теңге ақшасы бар. Ол барлық ақшасының 0,25-ін және қалғанының 0,15-ін жұмсады. Бала неше теңге жұмсады? Барлық ақшасынан 0,125-ін тауып аламыз. Ол үшін біз 480-ні 0,125-ге көбейтеміз. Ол 120-ға тең болады. Енді қалған ақшасын табу үшін біз 480-нен 120-ны азайтамыз. Сонда 360 теңге болады. Яғни қалған ақшасының 0,5%-ын жұмсады. Оны табу үшін біз 360-дан 0,15-ге көбейтеміз. Ол 180 теңге болады. Сонда екі қалған, яғни қалдықтарын қосатын болсақ, 120 және 180-ні қосатын болсақ, 300 теңге болады. Яғни барлығы, бала 300 теңге жұмсаған болады. 826 есеп. Аймақтағы 18 қаланың әрбіреуі басқа қалалар мен әуе жолдарымен байланысқан. Аймақтағы осы қалалардың арасында барлығы неше әуе жолы бар? Мінекей, аймақтағы 18 қаланың точкамен белгілеп алайық. Әрбіреуі басқа қалалар мен әуе жолдарымен байланысқан. Мінекей, барлығы бір-бірімен байланысқан. Енді біз 18-ті 17-ге көбейтіп аламыз, ол 306-ға тең болады. Сонда аймақта осы қалалардың арасында барлығы неше әуе жол бар? Енді неше әуе жол бар екенін табу үшін біз 306-ны 2-ге бөлеміз. Сонда ол 153-ге тең болады. Сонда жауабы қалалардың арасындағы барлық 153 әуе жолы бар. Келесі 827 есеп. Тоқыма станогында 1 сағатта 3,45 метр мата тоқылады. Бір тоқымашы қатарынан 2 станокта жұмыс істесе, 7 сағатта неше метр мата тоқиды? Берілген жазалайық. 1 сағатта 1 станокта жұмыс істеп, 3,45 метр мата тоқылады екен. Ал енді сол бір жұмысы 2 станокта істеп, 7 сағатта қанша метр мата тоқиды? Бірінші біз 2-ні 3,45-ге көбейтіп аламыз. Сонда ол 6,9 метр болады. Яғни 2 станокта 1 сағаттың ішінде 6,9 метр мата тоқиды. Ал енді осы 6,9-ды 7-ге көбейтеміз. Яғни 7 сағатта қанша тоқиды деп тұр бізге? 7-ге көбейтсек 48,3 метр мата болады. Яғни 2 станокта 7 сағаттың ішінде 1 тігінші 48,3 метр мата тоқиды. Келесі есеп. Бұл 134 ұшағы 900 км сағатына жылдамдықпен 1,5 сағат, ал 850 км сағат жылдамдықпен 0,14 сағат ұшты. Ол барлығы қанша қашықтықта ұшты? Енді барлық қанша қашықтықта ұшқанын табу үшін біз 900-ді 1,5-ға көбейтіп аламыз. Одан кейін 850-ді 0,14-ге көбейтеміз. Сонда 900-ді 1,5-ға көбейтсек 1350 болады. Одан кейін 850-ді 0,14-ге көбейтсек 340 болады. Ал енді екеуін қосатын болсақ 1690 км болады. Яғни ол барлығы 1690 км қашықтықта ұшты. Екіншісі дәл осылай орындалған. Бұл жерде де сондай амал қолданамыз. Бірінші көбейтіп, одан кейін шыққан жауаптан қосатын болсақ, бізде жауабы шығады. Келесі 829. Меншікті жылдамдығы 19,5 км/сағат моторлы қайық, ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағат өзенде ағыспен 2 сағат, ағысқа қарсы 3 сағат жүзді. Моторлы қайық барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті? Бірінші белгіден жазып аламыз. Моторлы қайықтың меншікті жылдамдығы 19,5 км/сағат, ал ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағат. Яғни өзенде ағыс болады, соның жылдамдығын айтып отыр. Ал енді моторлы қайық яғни өзенде ағыспен 2 сағат, ал ағысқа қарсы 3 сағат жүзді. Енді біз моторлы қайық барлық қанша уақытта яғни 5-ке қосамыз, 2,8-тен 22,5 жылдамдығына ағыспен 44,6 км 2 сағатқа көбейтеміз. Ал енді екінші 2 сағат жүз тоғыз уақыт айтамыз. Сонда ол 22,5 сонда 19,5 2,8 секундтан ағысқа қарсы 3 сағат уақытты табу 50,6 жылдамдықтан. Ал енді жалпы әрқашан жылдамдығын біз екеуін қосамыз. 3 сағатқа көбейтеміз. 44,6-ға 19,5 км болады. 16,3 болады. Яғни барлығы 94,7 км жалпы әрқашанда жүзіп өтті. Екеуін қосамыз. S1 және S2-ні қосамыз. Сонда 44,6-ға 50,1 қоссақ 94,7 км болады. 830. Теңдеулі шешімдер. Бізге К, А, Л, И, Ш деген әріптермен жазылған есептер берілген. Сол есептерді шығара отырып, яғни жауаптарын астындағы кестеге әріптерді белгілей отырып, яғни шыққан жауаптың қасына сол әріпті жазып, кестедегі жауаппен бір бағанға оның туысындағы
әріптерді қойыңдар. Сонда ондық бөлшектерге амалдар қолдану ережесін жазған орта азиялық ғалымның және арифметика кілті кітабының авторының кім екенін білесіңдер дейді. Мысал ретінде бірінші м тең 9 көбейту 1,8 қосу 2,85. 1,8-ге 2,85 қоссақ 3,85 болады. Оны 9-ға көбейтсек 34